Өзім осы венчурлық инвестиция алғанға дейін сіз айтып кеткендей 10 жылдан артық бизнеста жұмыс істедім. 10 жылдан артық бизнеста менде жеңістер де болды, жеңілістер де болды. Оның ішінде тек қана фитнеспен сол кезде бірінші раундты жасаған кезде 7 жылдай жұмыс істеген едім. Сондықтан ең бірінші кеңесім ол бір саланың маманы болу. Инвесторлер әрине кез келген адамдарға ақшаны бере бермейді. Олар сен немен айналыстың, қай жерде экспертизаң бар, соған қарайды. Бірінші проектіңе ақшаны сен даладан инвесторды таба алмайсың. Ол міндетті түрде сенің жақындарың болу керек, туыстарың болу керек. Ағылшынша айтады ғой, FFF, friends, fools, family. Достар, семьяң немесе жындылар. Ақмақтар. Тек солар ғана алғашқы бизнеске ақшаны береді.